Сәлем достар, алдында уәде бергенімдей қамырды тегіс жаюдың қыр-сырымен бөлісемін. Алдымен қамырды жаймас бұрын қамырды илеп аламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа жұмыртқа, тұз және салқын суды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қатты қамыр илеу үшін су міндетті түрде салқын болу керек. Жылы сумен қамыр қатты болып шықпайды. Енді ұнды қосып, қатты қамыр илейміз. Ие қанбаған нан осындай беті бұдыр-бұдыр, орталарында тесіктері көп болады. Енді нанды қолымызбен илеп, бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Осылай 2 рет қайталаймыз. Енді нанымыз жұмсарып тұрады, сол жұмсақ нанды сәл қатайтамыз. Ие қанған нан осындай беті теп-тегіс болады. Ортасы да біркелкі болып шығу керек. Енді нанды кішкене бөліктерге бөліп, қолымызбен илеп қаттылап қатайтып қоямыз. Жаятын нанды да алдымен қаттылап илеп алу керек. Енді нанның шеттерін тегістеп дөңгелек формаға келтіреміз. Үстелге ұнды жайып, қолымызбен осылай басамыз. Ұзын оқтаудың көмегімен нанды жаямыз. Бетіне керегінше ұн сүйіп отырамыз. Нанды оқтауға ораған кезде шеттерін тығыздап орау керек. Осылай қолымызды ортасынан шетіне ысырып отырып, нанды жайып шығамыз. Қамыр өте жұқа әрі тегіс болып жайылып шықты. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір жазып өтіңіздер.